Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гаухар бүгін осындай өте дәмді ірімшік қосылған шоколадты пирог жасаймыз. Бұл пирогтың ең басты ерекшелігі ешқандай миксерді қажет етпейді, қарапайым қасықтың көмегімен жасалады. Видео ұнап жатса достар, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Кеттік. Шоколадты біздің бисквитімізге ең әуелі 3 жұмыртқа қажет. Оған қантты қосып, осылай вилканың көмегімен жақсылап барлығын шайқап аламыз. Егер де әрине үйіңізде миксер болса, немесе венчик болса, оны да пайдалансаңыз болады. Жұмыртқалы массамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін келесі кезекте сары майды қосамыз. Менде 72% сары май, кез келген 60%-дан жоғары сары майды қосуға болады. Сары майды ерітіп немесе бөлме температурасында тұрған күйінде қосқан жақсы. Осылай енді жақсылап барлығын араластырып болғаннан кейін енді қаймақты қосамыз. Қаймақтың пайыздығы маңызды емес, кез келген қаймақты қосуға болады. 2 немесе 3 ас қасық қаймағымызды да қосып араластыратын боламыз. Достар, егер де жасап жатсаңыздар, комментарияға өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер, мен үшін ол өте қатты маңызды. Енді құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Ең әуелі какаоны және де електен өткізілген ұнды қосамыз. Одан кейін 1 шай қасық қопсытқышты қосатын боламыз. Достар, егер де осы пирогты жасап жатсаңыздар, комментарияға қалай шыққанын жаза кетсеңіздер, мен үшін ол өте қатты маңызды. Мінекей бізде осындай қою масса пайда болады. Бисквитіміз дайын болды, енді арасына салатын салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге 6%-дан жоғары ірімшік қажет болады. Оған 2 ас қасық қаймағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қызар, бұл менде ірімшік массасы, сол себепті мен қантты қоспадым. Егер де сізде ірімшіктің өзі болса, онда міндетті түрде қантты да қосыңыз. Видеоның астындағы описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр, сол жаққа өтіп қарасаңыз болады. Форманың диаметрі менде 23 сантиметр. Бұл пирогқа кез келген формадағы контейнерлерді, яғни выпечкаға дайын болатын формочкаларды пайдалануға болады. 4 бұрышты болса тіптен жақсы, оны пирожный сияқты осылай дастарханға кесіп қоятын боласыз. Мінекей жақсылап барлық бисквитімізді салдық. Енді жан-жағына әдемілетіп тегістеп шығатын боламыз. Осы кезден бастап, қыздар, пешімізді 180 градусқа қосып, әдемілеп қыздырып бастаймыз. Енді салмамызды одноразовый пакетке, немесе мен сияқты осында кондитерлік пакеттерге салып, әдемілеп осылай жолақтарды жасайтын боламыз. Пирогымызды 180 градуста 25-30 минут пісіреміз, бірақ та алар алдында міндетті түрде пышақтың көмегімен, қыздар, піскенін, піспегенін тексеріп алатын боламыз. Өйткені әркімнің пеші әртүрлі, сол себепті әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. 30 минут көлемінде менің пирогым дайын болды. Енді мінекей алып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Осындай өте әдемі ерекше пирогтардың бірі. Үйіңізге ойда жоқта қонақ келіп қалатын жағдайда бұл пирогты жасап көруге кеңес беремін. Ал енді кесіп көрейік. Кесілген кезде де оңай кесіледі, бисквиті жып-жұмсақ, ірімшікпен ерекше үйлесімділікті береді. Рецепт ұнап жатса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.